Жаздың шіліңгір ыстығы. Қала іші қапырық. Күн шағылысып, асфальт қайнап тұр. Аян атты 7-ші сынып оқушысы ауласында тұрған автокөлікті жуып жүр. Краннан су тоқтаусыз ағып жатыр. Әй, балам, суды азайтып жусаңшы. Бүгін су қысымы төмендеп тұр ғой. Ештеңе етпейді. Ата, су көп қой. Ата басын шайқап, ауыр күрсінеді. Краннан су әлі де сарылдап ағып жатады. Кешке анасы ас әзірлемек болады. Бірақ краннан су сыздықтап қана ағады. Не болып кетті? Су жоқ қой? Шынымен бе? Мүмкін мен түсте көлік жуғанда суды көп ағызғаннан болар. Кешкі ассыз қалған отбасы судың маңызын алғаш рет сезеді. Кішкентай қарындасы ыдысында қалған аз ғана суды анасына береді. Түнде Аян ауылда жалғыз отырады. Күн ыстық, бірақ жер шаң тозаң, гүлдер солып қалған. Кенет қасына көрші ата шелегін көтеріп келеді. Ата, кешіріңіз, бүгін мен суды бекер шаштым. Балам, жақсы ниеттен мойындағанның өзі үлкен іс. Су өмір. Оны жоғалтпай тұрып қадірлеу керек. Ертеңінде мұғалім мектепте судың да сұрауы бар тақырыбында сабақ жүргізеді. Балалар, біздің қалада кейде судың деңгейі төмендейді. Бұл ысыраптың салдары. Не істеу керек деп ойлайсыңдар? Аян қолын көтереді. Ұстаз Аянның пікірін тыңдайды. Мен кеше көлік жуамын деп суды өте көп ағыздым. Салдарынан су деңгейі азайып қалды. Бірақ енді үнемдеуге уәде беремін. Өте дұрыс айттың, Аян. Сенің тәжірибең бәрімізге сабақ болсын. Кешке су қайта келеді. Анасы краннан ақырын су ағызып, ожауын толтырып, қайта жауып қояды. Енді суды аялауды бәріміз үйрендік, балам. Кейде судың қадірін оның жоқ кезінде ғана түсінеміз. Ал ақылды адам оны жоғалтпай тұрып аялаған жан.